Қармақшы ауданы Дүріңғар ауылдық округы жаңа жол шаруашылығының егіс алқабында күрішке алғашқы орақ түсті. Салтанатты шараға облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев пен Сыр өңіріне арнайы жұмыс сапармен келген Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров Қармақшы ауданында өткен дала күні семинар кеңесіне қатысты. Аталған іс-шарада аудан әкімдері, басқарма басшылары, ауыл шаруашылығы құрылымдарының өкілдері мен сала ардагерлері болды. Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев өз баяндамасында аяқ су тапшылығы мәселесін қозғап, оның алдын алу бойынша бірқатар ұсыныс айтты. Сонымен қатар министр ауыл шаруашылығы саласындағы бірнеше мәселеге мінберге көтеріліп тоқтап өтті. Бүгінгі күнде 17 миллионы жаңағы зернобобовый деп айтамыз, 32% әлі оралды. Өйткені былтырғы осы уақытта 66% болатын. Үш біздің облысымыз солтүстік Қазақстан, Қостанай, Ақмола облысы нағыз зерносеюші регион деп айтамыз ғой. 12 миллион сол жерде біздің астығымыз бар. Бірақ та 21 августтан басталып, міне 20 күнге жуық жауын жауып, бәрі тоқтап тұр. Егін өсіп жатыр, волокта прям. Сондықтан әнеугүні мен де аралап көрдім, Ақмола облысына барып, жағдай қиын, бірақ та біз енді оларды жалғыз қалдырмаймыз. Премьер-министрдің тапсырмасы бар, біраз шараларды қабылданып жатырмыз. Біріншіден жаңағы элеваторларды үш сменаға ауыстырып жұмыс жасатқызуға, арзандалған дизель отынын беруге. Күріш шаруашылығындағы күрделі мәселе сапалы тұқыммен қамтамасыз ету. Облыстағы сала басшылары министрлік әзірлейтін тұқым шаруашылығын дамытудың кешенді жоспарына күріш тұқымы мәселесін арнайы қосуды және қолдауды сұрады. Шаруашылық құрылымдары биылғы жылы егілген дақылдардың оңтайлы мерзімде күтіп баптау жұмыстарын жүргізіп, атап айтқанда егілген 89 мың гектар күріштің 56 мың гектары үстеп қоректендірілсе, 58 мың гектары күріш арамшөптерге қарсы гербицидпен өңделді. Күзгі егін жинауға дайындық жұмыстары кестеге сәйкес атқарылып, егін жинау жұмыстарына қатысатын барлығы 4239 бірлік ауыл шаруашылық техникалар 100% жөндеуден өтіп, қазіргі таңда науқанға қатысуда. Дала күнінде үкімет басшысы Әлихан Смайыловтың сыр диққандарын егінге орақ салу рәсімімен құттықтау хатын Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров оқып берді. Министр диққандар мен су шаруашылығы мамандарын Қазақстан Республикасы премьер-министрінің алғыс хатымен марапаттады. Абдраманов Талғат Жаңабайұлы марапатталады. Жаңақорған ауданы, Жаңақорған сушар өндірістік учаскесінің аға инженер гидротехнигі. Шараға қатысушылар егін жинауға арналған техникалармен облыста өндірілетін агро өнім түрлерімен танысып, сала мамандарымен пікір алмасты. Жалпы биыл облыс бойынша 193,4 мың гектар жерге ауыл шаруашылығы дақылдары егілді. Оның ішінде негізгі дақыл күріштің көлемі 89 мың гектар. Әр тараптандыру бағытында 3 мың гектар жерге су үнемдеу технологиясын қолдану арқылы 872-де 5 гектар жерге ауыл шаруашылығы дақылдары егілді. Бүгінгі күнге күріш егісінің суы толық байланды. Жалпы егін жинау науқанын 10 қазанда аяқтау межеленген. Нұрдәулет Қалабеков, Нұрдәулет Шадымұрат, Алданазар Нағымет, Қызылорда қоғамдық телеарнасы, Қармақшы ауданынан.